Сәлем достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Видеоны көрместен бұрын каналыма тіркеліп, қоңыраушаның суретін баса кетуді ұмытпаңыздар. Каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетулеріңізді сұраймын. Қазақ халқы жылқы мінсең жайдақ мін дейді. Мінсең көлік, жесең тамақ, кисең киім, ішсең сусын болатын қасиетті жануардың біздің ағзамызға пайдасы туралы айта кетейін деп отырмын. Егер сіз атқа мінудің миға, буындарға, сүйектерге, қан айналымына және де көптеген ауруларға пайдасы бар туралы білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін көріңіз. Қазақ халқы үшін жылқы малынан асқан сұлу жануар жоқ. Өйткені ол ерте заманда діттеген жеріне жеткізетін көлігі, адасқанда жол көрсетушісі болды. Қазіргі таңда жылқы еті мен сүтінің адам ағзасына пайдасы мен сан ауруға шипалық қасиетін ғалымдар дәлелдеп берді. Ежелгі грек дәрігерінің өзі Гиппократ жылқыға жиі міну теріс ойдан арылтып, көтеріңкі көңіл күй сыйлайтынын айтқан. Бұдан бөлек ипотерапия адам жанына батқан психологиялық, физикалық көптеген аурудың таптырмас еміне айналып отыр. Қамбар ата төлінің шипасы жайында ерте заманнан айтылып келеді. Әлемге танымал емші Антила ат арқасына міну бүкіл ішкі құрылысты нығайтатынын дәлелдеген. Ал Цельсий болса, ішек асқазан жолдарында пайда болатын қиындықтарды да осы әдіспен еңсеруге кеңес беріп кеткен екен. Сонымен қатар дамыған дәуірдің дәрігерлері атпен көп серуендеу асқазан ауруларына, қан айналым жүйесіне, жүйке мен тыныс алу жолдарын қалыпқа келтіретіндігі туралы айтады. Бұлай емделгісі келген адамға әртүрлі әсер етуі мүмкін. Ол жолдың жағдайына байланысты, мәселен тегіс алаңқайда жануардың жедел шабуына мүмкіндік болады. Жай жүріс кезінде адам денесінің аздаған бөлігі ғана қозғалыста болғандықтан жан-жақты пайда алу үшін жылқыны жоғарылатқан немесе жүгенді бос жіберіп желмен жарыса жүйткыған дұрыс. Сонда ғана тепе-теңдікті сақтау үшін тырмысқан адамның бұлшық етінің барлық бөлігі қозғалысқа түседі екен. Спорттың кез келген жастағы жанға оң әсер беретіні де сондықтан. Жылқыға бірнеше мәрте мінген науқастың ақырында бұлшық еттерінің ауырсынғаны басыла түссе, емде оң нәтиже берген екен. Сол себепті күнделікті тіршілікте аз қозғалыс жасайтындарға бұл таптырмас терапия болып саналады. Қазіргі таңда елде ортопедиялық ауруға шалдыққан науқастар көптен кездеседі. Сол сияқты қайғылы жағдайларға байланысты мүгедек болып қалған немесе аяқ-қол жұмысы нашарлаған жандар да баршылық. Олардың қалыпты өмірге оралуына жиі атқа міну көмектесе алады. Бұдан бөлек жылқы жануары қозғалыс координациясын жоғалтуды, жұлын жұмысын, ас қорыту жүйесін, жүрек және ішек ауруларынан айығуға мүмкіндік береді. Мүгедектікке ұшырағандардың жүйке талшықтарын қалпына келтіруде де бұдан асқан ем жоқ. Ғалымдар ақыл-еске байланысы бар аутизм, шизофренияның кейбір түрлеріне, Даун синдромына, есте сақтау қабілетінің нашарлауы мен олигофренияға шалдыққандарға да атқа мінуге кеңес береді. Шабандоздың жүрегі минутына 170 жылдамдығымен соғып, қан айналымы 5-10 есеге артады. Бірақ сонымен бірге жүректің бұлшық етінде ешқандай теріс өзгерістер болмайды, сондықтан атпен жүру жаттығуларға да, аэробикаға да рұқсат етілмеген гипертониялық науқастар үшін де қолайлы. Жануардың тері жылулығы да адам денсаулығын жақсартуға қабілетті. Өйткені жылқының дене қызуы өзіне жанасқанның денесіне емдік жылу бөле алады. Ол қан айналымын жақсартып, созылмалы гинекологиялық кеселдердің бетін қайтарады. Сонымен қатар ұзақ жылдар бойы ат үстінде жүрген кісілер бұның еркектік қасиетке қосымша күш беретінін айтып жүр. Ғалымдар простатитке шалдыққандарға атқа мінуге кеңес береді. Бұл аз десеңіз, семіздікке ұшырағандарда үздіксіз қозғалыс әсерінен арықтауға мүмкіндік алады. Атпен серуендеудің пайдасы туралы толығырақ айта кетсек. Түзу қалыпта отыруды үйренесіз. Атқа дұрыс отыру біріншіден арқаны тік ұстау. Бұл үшін арқа, іш және бөксе бұлшық еттері жұмыс жасайды. Аттың үстіндегі қалтқысыз әрі әдемі отырысыңыз әдетке айналып, өмірде тік жүріп, түзу отыра бастайсыз. Шын мәнінде нағыз шабандозды атпен қалай шабатынына қарап емес, қалай отырғанына қарап тануға болады екен. Әсіресе атпен серуендеуге балаларды кішкентай кезінде бейімдеген дұрыс. Себебі бұлшық еттері енді қатайып келе жатқан бала еңсесін тік ұстауды өмір бойына меңгеріп алады. Бұлшық еттердің нығаюы. Көпшілік денеге ауыр күш түсірмей бұлшық еттерді қатайтуда жүзуді тиімді деп санайды. Дегенмен атпен серуендеудің пайдасы одан кем емес екен. Атқа отырып бел бөксе аяқ бұлшық еттерін жаттықтыруға болады. Кейбір қыздар атқа көп отырғаннан аяқтарын қисайып алудан қорқады.
Бірақ бұл жай ғана миф екен. Аяқтың қисайып кетуі атқа кішкентай кезінен бастап күніне 8-10 сағат отырғаннан ғана болады. Тағы бір пайдасы күйзелістен арылтады. Тіптен атпен аздаған серуендеуден кейін адам өзін жақсы сезіне бастайды. Көңіл күйі жақсарады, мазалап жүрген ойлары қалыпқа келеді, рахаттана бастайды. Бұл дәлелденген екен. Ежелде Гиппократ меланхоликтерге өмірге позитивті жағынан қарауды үйрену үшін атпен жиі серуендеуді ұсынған екен. Кейін 20 ғасырда ауыр отадан кейін жылқымен және итпен байланыс тезірек қалыпқа келтіруді қамтамасыз ететінін дәлелдеген. Зейінді жақсартады. Ат үстіндегі адам байқампаз әрі сергек болуы керек. Тепе-теңдікті сақтай отырып, жан-жағындағы әрбір қимылды, құбылысты аттың көңіл күйінде сезіне білуі тиіс. Шабандоз денесі арқылы атты келесі қимылға бағыттайды. Сондықтан атқа мінген адам алдымен өз денесін толықтай сезініп, оны басқарып, зейін қоюды үйренеді екен. Медициналық тұрғыдан пайдасы: қан айналымын жақсартады, ас қорыту жүйесі дұрысталады, жүйке жүйесі реттеледі, жүрек жұмысы жақсарады, денеге серпімділік әкеледі екен. Мінекей өздеріңіз көріп отырғандай, қазақ қастерлеген жануардың адам денсаулығына пайдасы мол екен. Егер сіздерге осы видео ұнаған болса, достарыңызбен бөлісе кетіңіз. Комментарий жазып, лайк баса кетуді де ұмытпаңыздар.